Жеке тұлғаның банкрот болу туралы заңы 3 наурызда күшіне енді. 3 наурыздан бастап өтінім беру басталған болатын. Қарызға белшесінен батқан халықтың берешегі толық кешіріледі. Алдымен олар төлей алмайтындығын растауы қажет. Және бірқатар шектеуге мойынсұнуы тиіс. Ол үшін 3 түрлі рәсім қарастырылған. Соттан тыс, соттан кейінгі, сонымен қатар төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Тұлға жұмыссыз қалғандығын немесе табысы төлем жасауға жеткіліксіз екендігін дәлелдеуі қажет. Банкрот болған азамат 5 жыл бойы несие ала алмайды. 3 жыл барлық есепшоттарына қаржылық бақылау мониторингі жүргізіледі. Банкрот деп шешім шыққаннан кейін еркін жұмыс істеп, тіпті кәсіпкерлікпен де айналысуға болады. Миллиондап табыс тапса да ешқандай шектеу жоқ дейді Қаржы министрлігі. Банкроттықтан кейін алимент пен салықтан басқа барлық қарыз кешіріледі. Ал шетелге шығуға тыйым тек 2 жағдайда қаралған. Бірінші жағдай банкроттыққа керекті қағаздарды тапсырғаннан кейін құжаттарды сәйкестендіру барысында. Екінші, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру кезінде бөліп төлеу графигін белгіленгенге дейін сыртқа шығуға болмайды. Ал басқа кезде ешқандай шектеу жоқ. Банкроттыққа соттан тыс банкроттыққа өтініш берудің 2 тәсілі бар. Ол қолма-қол, яғни халыққа қызмет көрсету орталығына барып тапсыру керек. Екіншісі онлайн тапсыру. Бұл жерде егов мобайл арқылы немесе е-салық мобильді жүйесі арқылы тапсыруға болады. Банкроттыққа өтініш беру үшін кемінде сіздің кредитіңіз 1 жыл немесе 18 ай ішінде төленбеген болуы міндетті. Егерде сіздің кредитіңіз төленбеген болса 1 жыл ішінде, немесе мүлігіңіз болатын болса, ол сот арқылы жүзеге асады. Яғни сіздің атыңызда үй немесе көлік рәсімдеулі болатын болса, ол сот арқылы жүзеге асып, сіздің мүлкіңіз сатылымға шығарылып, кредиттің жарты бөлігі төленетін болады. Соттан тыс банкроттыққа мыналар жатады. Біріншіден, кредиторлар атауы, тізімі, берешек сомасы берілуі керек. Екіншіден, кредитті реттеу туралы арыз болса тіркейміз. Үшіншіден, берешектің өткен жөніндегі анықтама. Төртіншіден, коллекторға өткендігі жөнінде хабарламалар. Егерде бұл құжаттар онлайн түрде өзіңізде болмайтын болса, бұл құжаттарды сіздер банк бөлімшесінен ала аласыздар. Сонымен қатар халықтың көкейінде жүрген тағы бір сұрақтарға жауап беріп өтейін. Егерде сіз декреттік демалыста отырған болсаңыз, кредитіңіз төленбеген болса, 4 айдан жоғары, яғни 1 жыл төлемейтін болсаңыз, банкроттыққа өтініш бере аласыз. Мысалы, сіздің басыңызда 5-6 кредит болатын болса, әр кредитіңіз заң талаптарына сай 1 жылдан асуы қажет. Сол кезде ғана сіз банкроттыққа өтініш бере аласыз. Сот арқылы банкроттыққа өтініш беру үшін өтініш қабылданғаннан кейін 10 күннен бастап сот процесі 6 айға дейін жүреді. Банкроттыққа байланысты тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийге қойсаңыздар болады.